Ассаламу алейкум достар, арнама қош келдіңіздер. Күнделікті пайдаланып жүрген қызылша көкөнісінің дәл шоколад сияқты сізге көңіл күйіңіздің көтеріңкі болуын әсер ете алатынын білесіз бе? Оның бірден бір құпиясы қызылша мен шоколадтың құрамында бірдей құпия элемент триптофан элементінің бар болуында. Бүгін мен сіздерге пайдасы өте мол қызылшадан екі түрлі смузи дайындап көрсететін боламын. Маған алма, қызылша піскен және де піскен сәбіз қажет болады. Қызыл алмамызды көк алмамен де алмастырсаңыздар болады. Осылай алмамызды бөліктерге бөліп, жақсылап тазалап, қабығын ашып, барлығын блендерден өткізіп алатын боламыз. Негізінде сәбіз бен қызылшаның піспеген, яғни шикі түрін пайдаланған дұрыс смузиге, бірақ қан қысымы жоғары кісілерге және балаларға кішкене сақ болған дұрыс. Мен сондықтан да балаларға да дайындайтын болғандықтан екеуін де жақсылап суға пісіріп алдым. Сіздер өз қалауларыңыз және де егер қан құрамында гемоглобин аз болатын болса да, осы шикі қызылшаны көбірек ішсеңіз, гемоглобин тез көтеруіне әсер етеді, оң нәтижесін береді. Қызылша құрамында В тобының барлық элементтері А, Б, С және де магний, калий, кальций, селен, цинк көптеген элементтерге бай нағыз антисептикалық көкөніс деп айтсақ та болады. Менің каналымнан басқа да көптеген рецепттер таба аласыздар. Егер канал сізге ұнап, пайдалы болып жатса, маған тіркеліп лайк басуды және басқа рецепттерді жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Міне біздің смузиміз дайын болды. Өте қоймалжың, дәмі де өте, маған осы дәммен көбірек ұнады, алма дәммен. Жанына шпинат, сельдерей, петрушкамен де қосса болады, көк шөптерден. Қызылша асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартуда, организмдегі шлак, токсиндерді шығаруда өте үлкен септігін тигізеді. Менің каналымнан басқа да қызылшамен жасалынатын салаттардың рецептін таба аласыздар. Ол үшін қазақша контентті қолдап, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және тағы да рецепттерді жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Міне бізде екі түрлі смузиміз дайын болды. Смузиді бірден таза күйінде ішкен дұрыс, яғни жеміс көкөністер қышқылданып кетпеген дұрыс. Аш қарынға тамақ ішпестің алды ішіп алғандарыңыз дұрыс. Күнделікті жасап ішсеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын.